тапсаң қош. Тиісе Тиіспейсің. беріп, миллион тапсаң не істер едің? Миллион тапсам, көп балымызда қалатын едім. Саған да көп балымыздарға беретін едім. Сен не істер едің миллион тапсаң? Мен миллион тапсам, миллион соғық сатып алар едім. Саған да алып беретін едім. Керемет болатын еді. Ал егер 2 миллион тапсам? Көп балмұздақ сатып алатын едім. Қойшы, балмұздақ қызық емес қой. Ал мен 2 миллион тапсам, көп ойыншықтар сатып алатын едім. Саған 2 есе көп ойыншық сатып алып беретін едім. Сен менің ең жақсы көретін, ең жақын досымсың ғой. Сен де менің ең жақын досымсың. Мен саған одан да көп ойыншықтар әперемін. Ұрма. Қош, берік. 500 теңге таптым. Бүгін жолымыз болды, я? Бағымыздан бері бекер армандаған жоқпыз. Енді жиі армандап тұру керек. Жүр дүкенге, бірдеңе алайық. Қош, мен дүкенге барғым келіп тұрған жоқ. Жүр, ең болмаса, бір мороженеден алайық. Ой, сосын өзіме бір нәрсе ала салармын. Мүмкін сағыз алармын. Сен не, өзіңе ғана аласың ба? Қазір ғана миллион тапсам, бөлсең дегенің қайда? Бар жоқ тапқаным 500 ғана. Ал миллион тапсам, әрине бөлсем. Сау бол, достым. Осыны да дос дейді. Сіз дәрігерсіз бе? Я, әрине. Сіз тағы да неме бар? Тағы. Тамағым ауырып, мазам кетіп жүр. Аздап жөтелем. Түсінікті. Сізге суық тиген. Сізден 2000 теңге. Келесі. Жайыңыз. Сізді не мазалап жүр? Түнімен қызуым көтеріліп, бүгін тамағым ауырып, даусым қарлап қалыпты. Түсінікті. Сізге суық тиген. Суық тиген? Иә. Сізден 2000 теңге. 2000 теңге. Иә. Қойдың майын ішіңіз. Қойдың майын. Сәлеметсіз. Кіріңіз. Сіз дәрігерсіз ғой? Иә, әрине. Жайғасыңыз. Не мазалап жүр? Жоқ, шынымды айтсам, ештеңе. Мен жай жас дәрігер деген соң келіп тұрғанмын. Ештеңе мазаламайды дейсіз.
Иә, Соңғы рет қашан ауырдыңыз? ушул бұрын. Жұмысыңыз қалай? Жұмысым... Шынымды айтсам, онша емес. Түнже, түс көресіз бе? Түс? Иә. Көрем. Неғылды? Түсінікті. Онда сізге көз тиген. Сізден 2000 теңге. Жарай. Сендер әдемі киімдеріңді киіп, дайын отырыңдар. Білесіңдер, менің ертеңім сыйлығымен болады. Ал кеттік. 1, 2, 3. Үлкен қызым. Алма, мен қалаға кетіп бара жатырмын. Саған қандай сыйлық алып келейін? Әке, маған жібек мата алып келіңізші. Жаңа көйлек тігіп алайын деп едім. Жарайды, қызым. Ортаншы қызым Мадина, мен қалаға бара жатырмын. Саған қандай сыйлық алып келейін? Әке, маған тиынның терісінен жасалған щетка әкеп беріңізші. Крутой майкап жасап үйренемін. Жарайды, қызым. Ал, кіші қызым Айсана, көйлегің қандай керемет. Мен қалаға бара жатырмын. Саған қандай сыйлық алып келейін? Әкетайым, маған ештеңке керек емес. Өзіңіз аман есен келіңіз. Әпкелеріңіз сыйлық алып келсеңіз жетеді. Ой, ақылды қызынан сол. Жарайды. Қыздарым, ал, үлкен қызым Алма, мынау сенің матаң. Бір емес, 2 көйлектің болғылы. Рахмет, әкетай. Ал, ортаншы қызым Мадина, мынау сенің шөпкілерің. Рахмет, әкетай. Ал, кіші қызым Айсанам, сен менен ештеңе сұрамадың. Сол себептен мен саған ең керемет сыйлық алдым. Міне, мынау саған. Соңғы үлгідегі ұялы телефон. Рахмет, әкетай. Сен не шомылмай отырсың, а? Плат киімді үйден ұмытып кеттің. Енді қалай шомыласың? Қош, үйге барып плат киімді алып келгім деп жатқан жоқ. О, менде бір ой бар. Қазір келем.
біз сені ойламайтын жоқ. Балақай тоқта. Сен анау тұрған хабарламаны көрдің бе? Иә, бірақ мен сырт киіммен түсейін деп жатқан жоқпын ба? Қараңыз, плавки, міне плавки. Плавки. Мынау плавки ма? Иә? Плавкиіңнің түрі осындай болса, сәл күте тұр. Не болып қалды? Кішкене күте тұр деді. Менің тапқырлығым үшін маған сыйлық әзірлеп жатқан шығар. Ал балақай, жүр. Қазір көресің. Андағыдай плавкимен мынадай бассейнге түсу керек. Бершіңді бізде ойнайықшы. Ой, қазір. Ұтылып қалдың ғой, маған да берші. Ой, қазір берем ғой, берем. Бершіңді, бір рет ойнай. Ой, үйге қайту керек еді. Ертең ойнатам. Ой. Бізге де планшет алып берсе, бізде үйтпеуші еді қоя. Әрине, мен бәріне ойнатар едім. Ал мен вообще қызғанбаймын. Өзім ойнамасам да, сендер ойнайсыңдар. Нағыз достар біз сияқты болу керек қоя. Иә. Біз доспыз! Бағам. Мынау саған. Рахмет! Оғаш жоқ. Тек көшеде абай бол жарай ма? Машина көп. Бойың жете ма, көрш? Кеп аласың ғой, абайлап жүр. Қазір мен бір круг айналып келейін, содан кейін сендер айдайсыңдар. Қазір тағы бір круг. Жарайды. Мен қазір ғана дұрыс айдауды үйрендім. Осылай бір круг айналып келем. Қараңдар, мен бір қолды жіберіп айдай аламын. Қараңдар, біріңді жіберіп қойып айдаймын. Ренжіп қалдыңдар ма не? Кеш болды, күні бойы өзің ғана айдап жүрсің ғой. Ренжіме, енді ғана келдің. Велосипед әне тұр. Шын ба не? Әрине, тек төбеден түскен кезде рульді жіберем ама.